28 маусым байланыс және ақпарат қызметкерлері күні мерекесіне орай кеше бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында дәстүрлі спартакиада өткізілді. Мақсат жеңіс емес, әріптестер арасындағы өзара ауызбіршілік пен сыйластықты арттыру дейді ұйымдастырушылар. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері Бұқара мен билік арасындағы алтын көпір, арқалаған алтын, жегені жантақ журналистер уақытпен санаспай еңбек етеді. Көгілдір экран мен сайт бетінде жарияланған әрбір материал тілшіден бөлек оператор, монтажер, режиссердің бірлескен жұмысы. Бүгінде бұқаралық ақпарат өкілдері спорт бәсекесінде бас қосты. Олар спорттың 5 түрінен сынға түсті. Кіші футбол, үстел теннисі, эстафеталық жүгіру, қол күрес, дойбы ойындары бойынша 8 команда бақ сынасты. Бүгінгі додаға түскен қарсыластар осал болған жоқ. Дегенмен де бар ынта жігеріміз салып, ойын көрсеттік деген ойдамыз. Екі команданы жегіп, екі командадан сәтсіз болып жеңіліп қалдық. Ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Осындай үздік шабуылшы номинациясы беріп атқандарына. Жарыс өткізілу барысында туындаған даулы мәселелерді арнайы сайланған төрешілер алқасы шешті. Іс-шара санитарлық талаптарды сақтай отырып, көрермендерсіз өткізілді. Ал біздің әріптестеріміз эстафеталық жүгіруден бірінші орын алса, режиссеріміз Сұлтан Жорабай үздік шабуылшы марапатына ие болды. Журналистер мерекесіне орай қазіргі таңда бақ өкілдері арасында спартакиада өтуде. Ең алғаш жүгіру эстафетасынан бірінші орынды иелендік. Дәл қазір кіші футболдан бақ өкілдері арасында сайыс өтуде. Қарсыластар да осал емес, бәрі мықты дайындалған, өте қызықты дода болып жатыр. Және біздің арна жеңіске жетеді деген сенімдеміз. Және бүкіл бақ өкілдерін, өзінің әріптестерімді мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Спортпен алыспауға шақырам, әріптестерімді құттықтаймын. Кімге болса да жеңіс тілейміз. Бәрі достық, ынтымақтастық аясында өтіп жатыр. Сәттілік, кім мықты, сол жеңсін. Жаңалыққа жаршы болғандар футболдан даянып қалмады. Әріптестеріміз әмбебап маман екенін дәлелдеп ойын өрнегін көрсетті. Тартысқа толы сайыста ақпарат жаршылары өзара орындарға жайғасып, бірінші орынға Тараз Пресса командасы қол жеткізіп, екінші орын Тараз 24 телеарнасына бұйырса, Жамбыл телеарнасы үшінші орынды қанағат тұтты. Жеңімпаздарға медальдар мен арнайы кубок және ақшалай сыйлықтар табыс етілді. Жанар Сырымқызы, Нұрсұлтан Орынбасар, Мейірбек Сауранбай, 7/7 News.